Сәлем достар, сіздермен аниме өмір. Шиноби әлемінде мықты шиноби болу үшін не істеу керек? Сіз өмір бойы тоқтаусыз дайындық жасап, өз төбелес стиліңізді шыңдап, жаңа техникалар үйреніп, ескі техникаларды дамытып, топпен төбелесуді үйреніп, басқа адамдармен комбинация жасап үйрену керек деп ойлайсыз ба? Меніңше, шиноби өмір сүретін әлемде жұрт мойындайтын мықты шиноби атану үшін неше түрлі дайындықтардан өту керек емес. Тек Ашура не Индраның реинкарнациясы болу, мудрец шестипутейден тегін күш алу, Джинчурики болуға келісу, гений деген атқа лайық тұлғаның баласы болу, мықты кланның ұрпағы болу керек. Ал осының барлығы бір адамның бойында түйісіп жатса, онда сіз Узумаки Наруто сияқты тым күшті кейіпкерге ұқсайтын боласыз. Сіздің қасыңызда басқа шинобилер жай статист секілді көрінетін болады. Міне шиноби әлеміндегі ұлы күштің сыры осындай. Алайда өз еңбегімен әділетті түрде күшке ие болып, шинобилер әлемінен ойып тұрып орын алған бір адам бар. Жоқ, Какаши, ол сен емессің. Көп адамдар оны Каноханың жасыл хайуаны, не жасыл жыртқышы, немесе Каноханың жасыл аңы деп атайды. Ол қатты ішіп алып шөптің үстінде ұйықтайды. Содан кейін адамдар оны жасыл хайуан деп атап кетті деп ойламаңыздар. Ал Наруто ол адамды қалың қасты сенсей деп атайды. Иә, дәл таптыңыздар. Мен айтып жатқан бүгінгі кейіпкер ол Майтоғай. Ал кеттік. Майтоғайдың жасы 30-дан асқан, нақты жасы әр сайтта әртүрлі көрсетілген, бірақ 30 жастан асқаны шындық. Бойы 184 см, салмағы 76 кг. Шиноби ранга Джоунин. Дүниеге келген жері Конохагакуре. Ол бала кезінен нинджутсу мен генджутсуға қабілеті жоқ еді. Ішінде биджу, көзінде шаринган да жоқ еді. Текті кланнан да шықпаған. Әкесі Хакаге емес, жай ғана генин. Тіпті оның әкесі Майто Дайды адамдар келеке етіп мәңгілік генин деп те атаған. Кішкентай кезінде Гайға ондай сөздер қатты ұнамайтын. Алайда ол әкесі сияқты өз ісін сүйетін, мықты шиноби атанғысы келетін. Сол үшін әкесінің сөзін тыңдап, ол тайджутсу өнерін, яғни қолынан келетін жалғыз нәрсені шыңдауға кіріседі. Гайдың шиноби жолы жаманшылықтардан басталды, себебі ол шинобилер оқитын академияның өзіне зорға түскен болатын. Академияда да ол өзін жақсы көрсете алмады. Алайда оның сол кездегі мықты студенттердің бірі Какаши Хатакимен бақталас атануы оның тезірек дамуына үлкен септігін тигізді. Болашақта Какаши екеуі жақсы дос атанып та үлгереді. Жасөспірім шағында да Гай сондай бір жетістікке қол жеткізе алмаған еді. Үшінші әлемдік шиноби соғысында бір миссия кезінде ол әкесінен де айырылады. Әкесі Гайды аман сақтау үшін 8-ші қақпаны ашып өмірден озады. Артынан Гай 3-ші дүниежүзілік шинобилер соғысында Какашиге көмек беруге тырысқан еді. Себебі Какашиның командасындағы Учиха Обито кейінірек Нохара Ринде көз жұмған болатын. Ал 9 құйрықты түлкі Канохаға шабуыл жасағанда Какаши өз ұстазы Намикадзе Минатодан да айырылды. Сол кезде де Гай Какашиға көмек беруге тырысып, тіпті Анбу отрядына кіру жайлы шешім қабылдайды. Алайда 3-ші Хакаге де Шимуро Данзо да бұл ұсынысты қабылдамады. Әсіресе Шимуро Данзо Гайға сенің жүрегіңде қараңғылық жетіспейді деген тұжырым қойған болатын. Сол қараңғылықты Гай Какашимен бірге ормандар елінде болған миссияда сезінген де еді. Себебі Какаши өз жауларының бәрін түгел қырып тастаған болатын. Сол миссиядан кейін Гайдың өтініші бойынша Какаши Анбу отрядынан шығарылып, гениндерге ұстаз ретінде тағайындалды. Гайдың өмірінің сол кезеңі Какашиға тікелей байланысты болды. Себебі Гай ақ көңіл адам болған соң өз достарынан көмегін аямайтын жан болатын. Артынан Гай біраз миссияларға қатысып, енді өзін мықты шиноби ретінде көрсете бастайды. Уақыт өте келе ол Джоунин рангына ие болып, оның атақ даңқы әлемге ақырындап жайыла бастайды. Какаши екеуі академияда ұстаз болып жүргенде Гай Рок Ли деген бала жайлы естиді. Ли Гайдың өзіне көбірек ұқсайтын еді, себебі ол да нинджутсу және генджутсу дағдыларын мүлде меңгере алмаған еді. Гай Лимен танысып, оған жеке ұстаз болуды ұсынады. Артынан Гай Ли Неджи Тентеннен тұратын команданың сенсейі атанады. Чунин рангіне өтуге арналған экзаменде Гай өз шәкірттеріне қолдау көрсете алатын, керек кезде жаза қолдана алатын, оларға сенетін ұстаз екенін дәлелдеді.
Мысалы, Ли мен Саскенің қақтығысы кезінде Гай Лидің ісі дұрыс емес екендігін атап өтіп оған қол жұмсаған болатын, бірақ кейінірек одан кешірім сұрап екеуі бірге жылаған еді. Оның бұл қылығы болашақта талай аниме фанатты одан алыстатып жіберген болатын. Тентен мен Темаридің төбелесінде Гай Лидің Темаримен қақтығысқа бара жаздауын тоқтатқан болатын. Ли мен Гаара және Неджи мен Хинатаның төбелесінде де Гай төбелестерге араласу арқылы Ли мен Хинатаны өлімнен аман сақтап қалған еді. Жасырын дыбыспен құм ауылы Канохаға шабуыл жасаған кезде де Гай алдыңғы қатарда болып Отогакура шинобилармен күрес жүргізді. Итачи мен Кисамы Канохаға келген кезде де Гай екеуінен де кем түспей оларға тойтарыс берген еді. Содан соң Гай келесі Чунин экзаменінде басты бақылаушылардың қызметін атқарады. Ол қатысқан келесі үлкен миссия Казыкаге Гаараны құтқару еді. Сол миссияда Гай тағы да Хашигаки Кисамымен кездеседі және өз командасымен бірге отырып жеңіске жетеді. Артынан өз клондарымен болған төбелесте де Гай жеңіске жетті. Пейн Канохаға шабуыл жасаған кезде Гай өз командасымен миссияда болатын. Тек Каноха қирап, Наруто соңғы Пейнмен төбелесіп жатқанда ғана Гай мен оның командасы Канохаға жетіп үлгереді. Содан кейін Майто Гай 6 сериялық филлерлі арка Чикарада бой көрсетті. Артынан ол Нарутоның қасында болып, онымен бірге Найзағай еліне аттанған еді. Сол жерде ол Хашигаки Кисамамен 3-ші рет кездесіп, оны 7-ші қақпаның көмегімен жеңеді. 4-ші дүниежүзілік шинобилер соғысында да Гай шешуші рөлдердің бірін атқарды. Ұзаққа созылмаған бұл соғысқа Гай бастан аяқ қатысып шығып, артынан Учиха Мадараға қарсы төбелесте барлық 8 қақпаны ашқан Гайды Учиха Мадараның өзі өте жоғары бағалаған еді. Гайдың 8 қақпаны түгел ашып, содан кейін тірі қалуы барлығын таң қалдырған еді. Алайда Гай енді мүгедек адамға айналды. Дегенмен оның позитивті көңіл күйі мен жастықтың күшіне кәміл сенуі оның өзіне де, басқаларға да жігер берді. Одан бөлек Гай 3 құйрықты Бижуны ұстау миссиясында және басқа да филлерлі миссияларда көптеп көрсетілді. Акацуки ұйымындағы ең мықты шинобилердің бірі Учиха Итачи Гайдан сақтану керек екенін, ол өте қауіпті екенін айтқан. Гай өз әкесі сияқты ниндзюцу мен генджутсу қолдана алмады. Дегенмен Хашигаки Кисаманың айтуы бойынша Гай сияқты тайджутсу мастерлері өте сирек кездеседі. Гайдың осы өнерді меңгергені соншалық оның жылдамдығына тіпті көз ілесе алмайды. Хатаке Какашидің өзі Шаринганның көмегімен де Гайдың қимылдарын қайталау мүмкін емес деген болатын. Және Гай барлық 8 қақпаны да аша алады. Және Гай 8 қақпаны ашуды бала күнінде ақ игерген. Соңғы қақпаларды ашқан кезде Гайда ерекше ниндзюцуға ұқсайтын техникалар пайда болады. Ол техникалар тайджутсуның әсерінен пайда болған. Гай 8 қақпаны тез игеріп алса, көптеген шинобилер тіпті бірінші қақпаны да аша алмайды. Төбелес үстінде Гай нунчаки қаруын қолдана алады және Роклидің сөзіне қарағанда Гай ол қаруды төбелеске шындап кіріскен кезде пайдаланады. Гай ниндзюцу мен генджутсу қолдана алмаса да, ол шақырту дзюцу арқылы нингамы тасбақасын шақыра алады. Какашимен үнемі бәсекеде болғаны үшін Гай Шаринганға қарсы төбелес стилін ойлап тапқан. Және Гай теңіз ауруымен ауырса да, ол теңіз ауруы стилін ойлап тапқан. Көптеген Наруто фандарға ол ең басында өз мінезімен және образымен жақпаса керек. Екінші сезонның басында және ортасында ол 6-шы және 7-ші қақпаларды ашқанымен, көп адамдар оны сонда да жақтыра қоймады. Тек анименің соңында ол барлық 8 қақпаны ашып, Мадараны жеңуге сәл ғана қалған соң ғана кейіпкерді тек түрі мен күші үшін бағалайтын аниме фанаттар Гайдың күшіне мойынсұнған еді. Меніңше, Майто Гай Нарутодағы өз күшіне әділ түрде жеткен аз ғана кейіпкерлердің бірі, және ол сонысымен сыйлы. Ал сіздермен бірге болған аниме өмір және Наруто кейіпкерлері бойынша тағы да көп өмір баяндар көргілеріңіз келсе, менің басқа видеоларымды көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.